Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Оспан дөң қараның түбегінен күдер үзді. Осындайда пана болар ықтасыны артта қалды. Жылы үйдің есігіне жуықтай бергенде желкесінен тартып әкететіндей. Адам баласының әлі келмейтін ақ дүлей елсіз, панасыз далаға қарай қойларымен қоса ысырып әкетіп барады. Алды жалаңаш, ұшан дала, арасы алшақ, тақыр адырлар. Қарқияның кең жазығы. Қыстың бұл шағында онда қыбыр еткен жан болмайды. Сол ақ оппа алдынан аранын ашып тұрғандай. Солай қарай ысырып келеді. Қарсыласып қайрат қылайын десе табан тірер бұдыр жоқ. Қарекет қылмасқа тағы болмайды. Тек жарға қарай арындап алып қашқан асудың басын бұра тартқандай шамасы келгенше желді қиялап қойларын оңға қарай ойыстырып бағады. Оң қолында кішкене құм бар. Ызғар шашып темірдей қарып тұрған қарқияның бір бүйіріндегі жып-жылы отау сияқты. Быжынаған шөп шұқырдың біріне қойын иіре салса, қораға татырлық. Бір таң болса, ататын мезгілі жеткен сияқты еді. Бірақ әзір саңлау көрінбейді. Ұйтқып алды артын ораған қараңғылық бірде бозамық тартып, қайта түнеріп тереңіне тарта береді. 600 қой ұйылға тұтасып, түгін жыбырлатып жел ысырып бара жатқан ақ киіз сияқты боп кетеді. Қоспан оның бұлдырап боранға сіңіп кеткен шетін көре алмай, көңілмен ғана топшылайды. Сол ақ киіз резеңкеде созылып жайылып бара жатады да қайта жиырылады. Кейде бәрі бұлдырлап еш нәрсені көре алмай қалады. Қоспан бір жұмадай далаға түнеуге қамданып шыққан. Киімі қалың, ыстық пен суыққа қабат піскен денесі әзірге ызғарға төтеп беріп келеді. Қайта ауыр тонын атының артына теңдеп алған. Бірде ат үстінде, бірде жаяу қойдың бетін оңға бұрады. Суыққа тоңып бүрсеңдеп келе жатқан қойлар бір пана таппай тоқтайтын емес. Шоғырланып іркіле түсіп қайта жылиды. Рас, бастапқыдай ырғып қашып, емпеңдеп жүгірмейді. Жүрістері сылбыр тартты. Бірақ сол сылбыр қимылдың өзімен жалықпай, талмай, ыққа қарай әкетіп барады. Топшалауынша 20 шақырымнан артық жер жүрді. Таң ата, боран басылғанның өзінде қораға қайтып жету оңай болмас, деп ойлады Қоспан. Ал басылмаса, жер шамасын болжаудың өзі қиын. Кеште ыққан кезде алды қарқияның үстіртеді. Кішкене құмға қарай қанша ойысқаны белгісіз. Жел қатая түсті. Алды өр сияқты, аумағы көрінбейді. Қойдың алды тоқырап қалып еді, жел жағындағылары ұйлығып кеп лықсытырып итеріп әкетті. Қоспан жер шамасын болжамаққа атына мініп ілгері жүрді. Еш нәрсені көре алмай, ой шұңқырды аттың тұяғымен ғана өлшейді. Алды арқан бойы сұрғыл тартып, ар жағы теңселген қара түнекке тіреледі. Қырат біраз көтеріліп келді де шұғыл еңкейді. Арғы беткейде жел саябырлап денеге қадалған сыздың зәрі қайтты. Қоспанның алдында азынаған дүниенің кішкентай ғана жылы қуысы, панасы жатыр. Ұзақ түнге 600 қоймен, боранмен алысып, сіңірде сіресіп келе жатқан еді. Қажырағанын енді ғана сезіп, бар денесі тыныштық, жылу аңсап шираған жібі тарқатылып барады. Төр төбелдің жүрісі бәсеңдеп, аяғы ауырлап кетті. Толар сақтан қар кешіп, басын шұлғып, омбылап келеді. Қоспан секем алғанша болған жоқ, аты бауырына дейін күмп беріп қарға батып кетті. Жүрегі зу ете қалды. Алды терең жар болу керек. Қоспан қарғып түсіп, атын шылбырынан тартып, оппадан әрес шығарып алды. Бұл ара қарқияның бергі шетіндегі қысаң болар. Алды терең шұңқыр, қойлардың бір батырып алса, қайтадан шығу жоқ. Қоспан төбеге ұрғандай дағдарып тұрып қалды. Жаңа ғана тыныс аңсап, сүйегі салбырап босап қалған денесін әзер жинап алып, атына мінді де кейін қарай борбайлап шаба жөнелді. Қыраттың басына шыққанда қойлар да бері иек артып қалған екен. Келе қиқу салып кейін қарай қуалады. Үстін қар басқан қой боранмен араласып, жігі көрінбейді. Аяқ астына қыбырлаған тіршілік иелерін Қоспан көңілмен болжап, ат қолтығымен ықтырып қамшы үйіріп айқай салады. Бұрынғыдай айдаған жаққа лап беретін қой жоқ. Алдыңғылары әзер тоқтап, бетін оңға бұрғанда, соңғылары кимелеп кеп, желдің екпінімен қоса итеріп қайта лықсытады. Қоспан қиқу салып, айтақтап, қойдың бір шетін үйіргенде ана шеті сытылып жүре береді. Арлан төбет Құтпан да иесінің айтағына еріп, арсылдап үреді. Қоспан оны қараңғыда көре алмаса да,
Боранмен қақалып шыққан үздік-үздік дауысынан Құтпанның ығып келе жатқан қойға қарсы алдыңғы аяғымен шоңқиып отыра қалып, қайтадан атып тұрып, тағы бірінің алдын орап, абалап, дызылдап жүргенін көргендей болады. Арасында майлы аяқтың да үн қосып, қыңсылап үргені естіліп қалады. Шәйт, шәйт, қайт, Құтпан, айт, айт деп айқай салып, атын тебініп, қамшы үйіріп Қоспан ала сұрады. Тыныштық пен жылуға құштар соққыр сезім билеген қойлар тек ыққа қарай ұмтылады. Айқайлай-айқайлай Қоспанның даусы қарлықты. Желмен ұйқыған қар бетіне, көзіне ұрады. Аузына кіріп, алқымын қариды. Тор төбелдің жалынан ескен ащы тердің есі танауын жыбырлатады. Бірақ Қоспан өзге дүниенің бәрін ұмытып, қойдың бетін бұра алмай жанталасады. Әрі-беріден соң көзі қарауытып, барлық қой бір тұтас толқынға айналып, соның бір жағын шегерсе, екінші жағы басып бара жатқанда елестеді. Жалғыз өзі соған тығын бола алмай аласұрады. Бірақ әйтеуір жан дәрмен қылып алдын тосады. Сытылып шыққан бірер қойды тамшыдай қағып алып қайта қосады. Адамның уақыты да, істеп жатқан ісінің мән мағынасын да ұмытып кететіні кез болады. Тіпті не істеп не қойып жатқанын сезбей, тек әйтеуір алғашқы бастаған екпінімен қармана береді. Төбенің басына қойларымен сағатқа жуық алысқан Қоспан да сондай халге түсті. Осы арпалыста малдың бетін бұра алмай, зіл қара тасты орнынан мызғыта алмаған адамдай діңкесі құрып, жігері құм болды. Басы айналып, есеңгіреп қалды. Бірақ тырбана берді. Бір сәтке қимылын босаңсытып алса жығып кетеді. Арты шыңырау құс, алдынан құлап бара жатқан ауыр салмақ, қыбырлап жылжып келе жатқан қалың нөпір. Қоспан бар дәрменін салып, тіресе де сүйемдеп жарға қарай ығыстырып келеді. Бір кезде қара дүлей арасынан иттің дауысы естіледі. Аяқ астында қойлар қыбырлайды. Аяз қарған бетін ат терінің жылы буы шарпып өтеді. Тор төбелдің ентіге пысқырғаны алыстан естілгендей болады. Қоспан қайтадан ширығып айқай салады. Қамшы үйіреді. Тыныс алуға мұрша бермей жаңағы алдыңғы жақтан құлаған ауыр салмақ белін қайыстырып барады. Қоспанның әлі келмеді. Қара дүлей ақыры оны ойынымен қоса жарға қарай ысырып әкетті. Енді біттім деген шақта үстінен құлап келе жатқан зілқара тасты біреу итеріп жібергендей бір жағына қарай ауытқып, аунап түсетін кезі болады ғой. Бой бермей төбеден ылдиға оппаға қарай құлаған қойлар кенет жуасып, оңға қарай ойыса берді. Алғашқы сәтте Қоспан мұны мәнісіне түсіне алмай, тек бойы жеңілеп, деп бір күрсінді. Қырқаның астына ықтасынға түскен қойлар елеген қайыс ыңғайына көніп алды. Қоспан енді қырқаны қалқан қылып, қойларын омбыға қарай жібермей, қиялап шығып кетпек. Еңкейе беріп, тор төбелдің жалын сипап еді, шылқып тұр. Қан сорпасын шығарыпты жануардың. Тер қатырып алмайын деп, жіті аяңдап кетті. Түн қараңғысы қоюлана түсті. Жотасы жалған қойлар көбірек үйіріліп, ілгері қарай аттағысы келмейді. Бірақ Қоспан пәлелі шұқырдан аулағырақ кетпек боп қойларын ілгері жылшыта берді. Көз алдында жылусыз, нұрсыз ақ ұшқындар ойнайды. Кейде сол-солғын ұшқындар жұлдыздай жамырай шашылып, кейде жеке-жеке талшық боп, бір сәт кірпік арасына тұрып қалады. Аздап бойы жылған Қоспан оқта-текте қалғып кеткендей, қайсы бір кезеңде өң мен түстің арасындағы халге ұшырайды. Сондай шақта жаңағы көз алдындағы шашыраған ақ ұшқындар самалдай жарыққа айналып бара жатады. Самалдай жарық, үлкен люстра, жүздеген шам, сәулетті кең сайрайды жайнатып тұр. Залда лық толы халық, жүздері жарқын, киімдері сәнді. Бұл Алматының опера театрының залы. Талай жылдан бері ен далада қой бағып келе жатқан Қоспанға осының бәрі қиялдағы ғажайып дүние сияқты елестейді. Сонау сахнада президиум столында тізіліп отырған өңкей қара бешпет, ақ жағалылар да кәдімгі пендеден бөлек жандарша әсер етеді. Жоғарыдан түскен мол жарық әркімнің бет-бедерін, әжімін ұрлап, қасқабас пен қара шаштан өзге сипат қалдырмай, бәрін бірыңғай қан сөлсіз аққұба қылып көрсетеді. Тек екінші қатардан қойшылардың жел қарыған қара қошқыл жүздері ғана қарауытады. Үзіліс кезінде Қоспан бүйірдегі сәнді фойедегі буфетке қарай бара жатыр.
кіршіксіз ақ дастархан жапқан тегене столдардың үстінде мойнына қорғасын қағаз ораған әсем бөтелкелер, әшекейлеп пісірген түрлі түсті тәтті тағамдар тұр. Тек бала-шаға болмаса, дені сау еркектің ар жағына ел қондыратын еш нәрсе көзге түспейді. Оң жағынан біреу кеп қолтықтап алды. Қасболат: «Қалай Қоспан, мәжіліс ұнады ма?» «Әйтеуір бәрін тыңдап жатырмыз ғой». Иықты, сүйегі мығым болғанмен орта бойлы Қасболат Қоспанға төмене жоғары қарайды. Күлімсіренген жылы шыраймен ішке тартып, ескі достығын танытып тұр. Қоспан осындай инабатты адамның мойнын создырып қойған өзінің үлкен денесіне ұялып, берекесі қашты. Қасболат оның бетін буфеттен бұрып, жұрт қыдырып жүрген үлкен залға қарай әкетті. «Жаңа жиналыс басқарушыдан біліп шықтым. Енді ұзамай саған сөз беріп қалатын түрі бар. Қалай, көңілің орнықты ма өзіңнің?» Қоспан қалтасына қолын салып, басылған 5-6 парақ қағазды суырып алды. «Мұны ауылдан шығарада барғасын сөйлейсің» деп Қасболат берген. Бірнеше қайтара оқып та шыққан. Бірақ өмірі өтірік айтып көрмеген Қоспан біреудің сөзін өз көкірегінен шыққандай етіп шешіліп айтып бере алмасын біліп қуыстанып жүрген. Оның үстіне осы қағаз миына ойша қонбады. Жаңағы бір әзірде қазақтың жалпақ тілімен қойшылардың көкейінде жүрген мұң-мұқтажын соғып кеткен бурыл сақалды шалдан соң тоқырап қалып еді. Бұл да біраз нәрсені айтқысы келеді. Бірақ осындай үлкен жерде аяқ астынан өз бетімен сөйлеп кетуге жүрегі дауаламай сергелдеңеді. Қасболат дер кезінде келе қалды. Қысылғанда қол ұшын бергенге не жетсін. «Қайнекей, маған бере тұршы, қарап беретін жері бар сияқты соның». Қасболаттың жуан да қоңыр дауысы бейне саулық қойдың маңырағандай құлаққа жылы тиеді. Ол үлкен терезенің алдына келіп қағазға үңіліп, бір жерлерін сызып, кей жеріне қосымша жазып 5-10 минут әуре болды. Бір кезде бет бітімі шымыр, өткір жүзі қатыгілес жігіт еді. Ішкі қуаты сыртқа тепсінгендей байыр қимылда серпін болатын. Қазір толысқан денесі шау тарта бастапты. Ет біткен өңі де қалыңдап самарқау тартқан. Көз асты қалталап, жүзіне әжім түсіпті. Бұрынғы отты көзінің нұры сұйылып, жанарында тұнып қалған бір мазасыз ой бар сияқты. Қағазға үңілгенде езуіндегі сызығы тереңдеп, екі ұрты салбырап кетті. «Уақыт сені тоздырған екен-ау», деп ойлады Қоспан іштей күрсініп. Қасболат қағаздан басын көтеріп алды да Қоспанға сынай қарағандай сәл көз тоқтатып езу тартты. «Ал, үлгіре алсаң тағы бір оқып шық, тек саспасаң болды», деді қағазды қайырып беріп жатып Қоспанның иығына қолын салып. Бейне бір бәйгеге қосатын атының жалын сипағандай. Қоспан Қасболаттың күдік пен үміт аралас іштей дірілдеп тұрған ахуалын таныды да жаңағы бір өзімше кетсем қайтеді деген ойын іркіп қалды. Кісінің бетіне келмейтін көңілшектігі ме, әлде бойына сіңіп қалған жасқаншақтығы бар ма, ен далада жүрген қойшының ойы көп болушы еді. «Жағдай мынау, біздің ойымыз мынау, ал сіздердің қандай шараларыңыз бар» деп бәрін алдарына жайып салып ақылдасуы керек еді ақ. Оның орнына өз көрсеткіштерін, ауданның көрсеткіштері мен міндеттемелерін айтып, цифр шайнап кетті. Ақтарыла сөйлейтін сөз орайы қашан келмек? Ықтасынға кіріп, бойы жылған қойлар қалжырағанын сезіп, денелері ауырлап, ілгері басқысы келмейді. Ауық-ауық иіріліп, маңырай береді. Оның үстіне ықтасын беткейдің қары да қалың сияқты. Әйтсе де, осы бір қыратты қалқалап, Қоспанның біраз жер ұтқысы келді. Ат аяғының астында бір нәрсе қылаң-қылаң етеді. Қожасын төңіректеп жүрген сол майлы аяқ екен. Жаңағы бір тәтті елес Қоспанның көз алдына орала береді. Кең театрда жапырылып шығып жатқан халық қорадан шығардағы қойдай есіктің алдына иіріліп қалады. Қоспан қиялдағы ертегі қыз жібекті көзімен көріп, соның тәтті әуені құлағынан кетпей, әлі де тебіреніп келеді. Қаламүштен азақ үлкен жас қойшы қызып еліге сөйлейді. «Ойбай-ау, дүниенің рахаты осындай екен ғой. Мұндай ойынды күніге көріп жүрген кісінің арманы бар ма екен? Тіпті бар ғой керім», деп тамсанады. Қоспанның ойына күндізгі үзіліс кезіндегі бір оқиға түсті. Бұл сөйлеп шыққаннан кейін бір адам жылмыңдап саржалақ жігіт ұстай алды. «Қайнекей ақсақал, бері келіңіз. Мен тілші болам. Ертеңгі газетке сіз туралы мақала үлгіртуім керек. Сіз бастан кешкендеріңізді бәрін айта беріңіз», деп қалтасынан қойын дәптері мен қаламын жалаңдатып суырып алды.
Қабырғасында пышаққа ілінер ет жоқ, арық, әжім тілген бет терісі жақ сүйегіне жабысқан. Үйітер алдында жүнін жұлып алған қойдың терісіндей, өңі сұп-сұр. Қоспан оны аяп кетіп, «Шырағым, жазда біздің ауылға келіп, шыр жұқтырып кетсең қайтеді» деп айтқысы келді. Өзі де ұшқалақ екен. Сөйлесіп отырған Қоспанды қаңтарып қойып, тұсынан өтіп бара жатқан қоңқақ мұрын қараға жармасты. «Қайда кеттің? Мәжілістің артын тоспайсың ба?» «Жалығып кеттім. Бәрі белгілі нәрселер ғой», деді анау, қайырыла қоймай. «Кешке ойынға келесің бе?» «Жоқ, сол кәрі апаңда кісі қызығатын не қалды дейсің?» Қойшы бала ойыннан алған әсерін баса алмай әлі тамсанып келеді. «Өзі дүниенің қызығын көрмей жүріппіз ғой. Көше сыпырсаң да Алматыда тұру керек екен ғой қызығы». «Ау, сен осат қойшы болмасаң, осындай сый-құрмет көріп Алматыда алшаңдап жүрер ме едің?» дейді қасындағы егде жолдасы. Қоспан әлгі қоңқақ мұрын қараның сөзін есіне алып, іштей мырс етеді. Кісі әрі-беріден соң жұмақтан да жалғатын шығар сірә. Салқын леп бетін толаңасына бастады. Ендігі сәтте танауы мен көзіне қиыршық қар соғып, бетін осып жіберді. Қыратты қиялап отырып тағы да кең жазыққа шығып келе жатқан түрі бар. Аздан кейін қойлардың арқасына жел тиіп, ыққа қарай жапырыла бастады. Жалықпайтын қайсар қара дүлей жаңағы тәтті елестен жып-жылы ошақ басынан үзіп алып, белгісіз меңіреу тұңғиыққа тартып барады.